Короче, кеше айтқандай, бәрінде бұндай ситуация болды деп ойлаймын. Енді менің ситуациям андай болды. Мен өз нәпсімді ұстай алмай қалдым. И бір жағынан ойлаймын, шайтанның азғыруы болды деп ойлаймын бұл жерде ше. Біразынан азғырып, бір қинап жіберді деп ойлаймын өзімді ше. Өзімнің не кінәм бар, бөлек өз нәпсімді тия алмай қалдым, өз ойымды ұстай алмай қалдым да. И содан в общем проблема болып кетті да. Бұл жағынан қуанамын да, бұл сынақ болғанына. Именно ақша жағынан сыналып отқаныма өзім қуанамын. Өйткені бұл жақта әке шешем денсаулығы, менің денсаулығым және жақындарымның денсаулығы болса, бұл жерде жағдай мүлдем вообще басқаша болатын еді. Бұл жақта уже ақша туралы басқа проблема туралы ойлай алмайсың да ғой. Негізі адамның басына бір қатты бір проблема келеді, сынақшы өте қатты өз денсаулығына ақау болып қалса, мысалы, ол басқа проблема бәрін ұмытып кетесің. Ақшам бар, қарызым бар, оның бәрін ұмытып кетесің, уже денсаулықты өмірің болып кетеді да. Содан мен бір жағынан шүкіршілік етемін алла тағалаға, бір жағынан осындай болып жатқанына. И бұл уақытша деп ойлаймын, бұны енді грамотно ойланып, жұмысым бар, құдайға шүкір, сол арқылы ақшаны жөнді распределить етіп, бүйтіп құтыламын деп ойлаймын. Алланың арқасында бір жағынан. Екінші, өзімнің жұмыс істеу керек, кішкене нәпсімді тиіп ұстап дегендей. Ер адам нәпсісін тисе біраздан жеңе алады ғой негізі. В общем, сондай.